Бүгінгі шығыс әдебиеті пәнінен жүргізетін дәріс сағатымыздың тақырыбы Абдрахман Жәмидің өмірі мен шығармашылығы деп аталады. Дәріс сабағында біздер шығыс шайыры Абдрахман Жәмидің өмір деректері, әдеби мұрасы, шығармаларының жанрлық құрылымы мен ақынның жеті дастан және бахаристан туындылары туралы зерттелуі, қолжазбаларының сақталуы мен аударылуы турасында сөз қозғайтын боламыз. Шығыстың жеті ақыны мұсылмандық шығыс әлеміне әйгілі шайырлардың басы қасының ең мықтыларының қатарында Абдрахман Жәми де тұр. Әлемге әйгілі ақын Гете шығыста жеті жұлдыз бар, олардың ең осалының өзі менен мықты деп баға берген екен. Бұл құнды пікірді әрине Абдрахман Жәми шығармашылығына қатысты да айта аламыз. Абдрахман Жәми 15 ғасыр поэзиясындағы жарық жұлдыздардың бірі, жалпы шығыс классикалық қазынасына ең соңғы нүкте қоюшы, яғни әдеби синтездің аяқтаушысы еді. Жәмидің адамды дәрежеге жеткізбейді, білім жеткізеді дейтін қағидалы пікірі бүгінгі заманда да өзіндік құндылығын жойған емес. Абдрахман Жәмидің ғұмыр кешкен дәуірі жалпы Орта Азия мен Таяу Шығыста феодализмнің орныққан уақыты, яғни Шыңғысхан шапқыншылығынан кейінгі феодализмнің қалыптасқан кезеңі болатын. Әрине бұл кезеңде Орта Азия, Хорасанда, жалпы шығыс елдерінде экономикалық және мәдени өрлеудің жоғары биікке жеткендігін байқауымызға болады. Ең алдыменен ақынның өмір деректеріне тоқтала кететін болсақ, Абдрахман Жәми 1914 жылы 7 қарашада Жам өлкесінде Хорасан Харжириде дүниеге келеді. Бала кезінен үй ішімен Герат қаласына көшіп келіп, өмірінің соңғы күндерін Герат қаласында өткізеді. Алдыменен осы қалада, одан кейінгі Самарқа медресесінде оқып, өзінің зор таланттылығымен айналасын таңғалдырудан жалықпады. Өзінің әкесі және атасы діни сауаттылығы жоғары, жалпы білгір мамандар еді. Олар Нақшбандия атты сопылық ұйымға кірді. Жәми кейіннен сопылардың шейх атанды. Сол кезеңдегі билеушілердің, дін ілімін қуушылардың арасында, суфизмнің арасында өте беделді биік тұлға еді. Қанша жерден әкімдер сарай маңына шақырғанымен ол жерге бармады, дәруіштік өмірді қалады. Жәмидің өмірінің көпшілік бөлімі дүние жүзін шарлаумен, саяхат жасаумен кетті. Алдыменен Гератта, одан кейін Самарқан қаласына барып, араб, парсы тілдерін үйренді. Риторика, философия, заң ғылымын, дін ілімін, космография, математиканы және басқа да ілім ғылымдарды оқыды. Жәми 100-ден астам еңбек жазды. Одан кейінгі өмір деректеріндегі басты кезеңдер 1472-73 жылдары Герат Хамилан, Курдистан, Бағдат, Кербала тағы да басқа қалаларға сапар шегеді. Дамаск мен Тебриз арқылы Гератқа қайта оралады. Жол бойы Жәмидің мықтылығын естіген халықты қарсы алушылардың арасында саны аз болмады. Дүниеден өткенде, яғни 1492 жылы 9 қараша күні өмірден өткен кезеңінде оны шығарып салушылардың санында есеп болмайды. Науаи Камаладдин Низамиге өзінің ұстазының толық ғұмырнамасын құрастыруды тапсырады. Жәми жайлы абыржығандардың бестігі атты кітап жазып, ұстаз досымен өзінің кездесулерін, әңгімелерін келтіреді. Жәмидің ең негізгі кітаптарының қатарында қасиетті үйдегі достықтың лебі атты кітабы бар. Бұл кітапта 500-дей сопы қайраткерлердің, көптеген ірі шайырлардың өмірін қамтыған. Жәмидің атақты 7 кітаптан тұратын Бахаристан атты зор үлкен туындысы бар. Бұл кітап Зияладдин Жүсіпке арнап жазылған еңбек, Сағдидің Гүлстан дастанын өмірге еске түсіреді. Жанры жағынан прозалық әрі поэтикалық тұрғыда жазылған. Ақынның жоғарыда айтқан 7 дастаннан тұратын еңбегіне Алтын шынжыр, Салама мен Абсал, Ізгілерге сыйлық, Тақуалардың таспиғы, Жүсіп Зілиқа, Ләйлі Мәжнүн және Ескендірдің даналық кітабы атты еңбектері енеді. Бұл әр поэманың өзіндік жеке дара қасиеттері бар. Философиялық мағынасы, мистикалық бағыты, дидактикалық тағылым беретін тұстары да аз емес. Оның ішінде 1-ші, 3-ші, 4-ші поэмаларында жалпы мінез құлық, адамгершілік жайлы новелла, мысал әңгімелер енетін болса, бұл тұрғыда Низамидің құпиялық қазынасына ұқсастығын байқаймыз. Ал одан кейінгі Салама мен Абсал және Жүсіп Зілиқа, Ләйлі Мәжнүн поэмалары Низамидің атақты ғашықтық дастанын еске алады. Ақынның бұдан басқа ғазалдарының 3 түрлі жинағы бар. Олар жастық шаққа кіріспе,
ғұмырдың қорытындысы деп аталады. Ақын өзінің шығармашылығында еңбек адамының образын жасады, тапқырлықтың, даналықтың мықтылығын дәлелдеді. Жами төрт құбылысы түгел адамның бейнесін өзінің қарапайым еңбек адамдарынан іздестіруін ешқашан жоққа шығарған жоқ. Жалпы басты тұлғасы, кейіпкері де, тақырыбы да, идеалы да адам болды. Қорыта келе біз 15 ғасыр көгінен жарық жұлдыз болып көрінген Жами шығармашылығын зерттеу ісі әлі күнге дейін жалғасын таппақ демекпіз. Біздің бұл тақырып бойынша келесі сағатымызда Жами шығармашылығының жинақталуы, жариялануы, зерттелуі туралы сөз қозғалады.